Саламатсыздар ма? Осы квартираға дезинфекция жасайын деп жатырмыз. Мына жерде қандала бар. Мында квартиранттар тұрады, өзімнің туысымның үйінде толып жатқан жағдай. Жаңа келгенде квартираны тапсырғанда нормальный болған, ешқандай рәндік болған жоқ. Осы 1,5 айдан кейін осы хабарласып жатыр. Осы қандаланың суретін жерді осындай бізде қандала шағып жатыр деп. Мынау қандаланың кішкентай түрлері әлі өспеген және жұмыртқалары қосылып жүр. Бұл жаңағы ненің спинканың артында жүр. Сосын бір екеуі өліп қалған. Қайдан кім өлтіргені белгісіз. Бұл үйде неше адам ауысқан. Бұл пәтерге квартиранттарды өзім кіргізіп отырам. Сол қайсынан келгенін білмейміз. Мысалға айтады ғой, сұрақ қояды адамдар, қайдан келді деп. Бұл қыздарды шақпайды, білмейді бұлар. Бұрынғы тұрған жерімізде қандала болған жоқ дейді. Бұның алдында осы үйдің адамдары, осы үйдің хозяйын тұрды. Олар да білген жоқ бар болған. Өйткені шаққан сияқты болды деді, бірақ оны тек қана қандала емес, масада шағады. Ол кезде жаздың күні еді, маса шақты деп ойладық. Мән бермедік. Сол мән бермегеніміз бізді құртып жатқан. Өзім дезинфекция маманы болып тұрып, осыны келіп бір тексеріп кетсем болады ғой. Тексерген жоқпын, бірім өзімде болмайтында уверенно болдым. Міне қандаланың отырған жерлері. Жерде спинканың жанында көбейеді, олар көбінесе. Қазір көрінбей тұр, жаңа дәрі шашып кеткенбіз. Енді кімнен көрерімізді білмейміз. Бұның алдында тағы да бір екі жігіт жалдаған пәтерді. Жолдасым бар деп айтты, бірақ жолдасы келді ма, келмеді ма белгісіз. Сол тұрған екі жігіт үйге бүкіл киімдерді шығарып жуған. Үйді келіп есікті құлтамай кеткен еще, солай есікті бүкіл кірлерін жуған. Енді нақты дәлеліміз жоқ, бірақ көп адамдар қандаладан қашып кетемін деп көшеді. Сөйтіп сол жаққа барады да кірлерін жуады. Бұл үйде сондай жағдай болды. Кірлерін осы үйге келіп жуды. Өзі басқа жақта қандаланы жұқтырып алды. Немесе барған пәтерінде болған соң сразу қашып кетті. Оны сұраса да бәрі айтпайды. Бұл біздің жай пайымдауымыз мүмкін. Мүмкін осы подъезде болған шығар. Бірақ ол кісілердің сол кір жуыстары подозрительный болды. Кірдің киімдерін толықтай жуған, дымда қалдырмаған, және барлық жерге дивандар, полдар, есіктерге, барлық жерге кірлерін жайып кеткен дейді. Солай кетіреміз деп ойлаған. Мүмкін осы үйге қалдырып кеткен шығар бәрін. Бірақ өздерімен де алып кетуі мүмкін. Бірақ бәрі қалып қала салмайды ғой, қандалалар көшкендермен көшіп жүре береді. Осы жерді дәріледік, спинканың атын. Сондықтан қандала пайда болғанда көшіп кету ол выход емес. Көшіп кеткеннен құтылып қалмайсыз. Көшкен жеріңізді құртасыз барып. Өтірік айтасыз, менде жоқ еді деп. Өтірік сөйлеу де жақсы емес. Одан кейін мыналар бірнеше адам келіп тұрды бұл жерге. Олар бір-бірімен ренжіседі. Сол үшін қандала пайда болды ма? Хотя бы айтыңыз, қандала болды менде. Немесе сол тұрған жеріңізде дәрілеңіз. Сөйтіп, сол тұрған жеріңізді дәрілеп кетіңіз. Сіз көшкен сайын жан-жаққа таратып жатырсыз. Мына домда новый дом жоқ болса, сіз әкеліп тастадыңыз. Қанша адамның обалына қаламыз. Әрбір нәрсенің есебі бар ғой, оған есеп береміз біз. Осындай сложный дивандар бар.
мына диванның міне арасына да тығылып алады. Сосын дезинфекцияның соңғы жаңалықтары мен көптен бері видео салмай қойдым. Өзімнің бір клиентпен жақсы араластым. Яғни дезинфекция шақырған бір комнаталы квартираның дезинфекциясы минимум 13 мың теңге. 10 мың теңге болуы мүмкін, өте кішкентай общаганың бөлмесі болса. 13 мың теңге, 15 мың теңге болуы мүмкін, максимум 25 мың теңге. Өте қымбат дегенде. Бұл кісілер 50 мың теңге алған бір квартирадан. Сосын 3 сағаттан кейін үйге кіре беруге болады деп айтқан. Негізі бұл қандаланың полностью өлуіне 1 сутка қажет. Сосын дезинфекцияның уақыты жартақ сағат болған. Сөйтіп ол кісі біздің видеоларымызды көреді. Біз бір нені 40 минуттай, жарты сағаттай дәрілегенбіз диванды. Соны көрген. Ол неге қарайды? Жаңағы дезинфекция жасағанның түкте несі болмаған, результат болмаған, хотя бы біреуде өлгені, бір-екі өлгені болды деді. Солай, бірақ бағасы өте қымбат, 50 мың теңге деген. Документальный бәрін берген, дезинфекция жасаған, өте грамотный сөйлейді. Солай жасаған. Сосын маған звондап сұрайды. Мен айтамын, 50 мың теңгеге жасатсаңыз, значит, екінші обработка тегін болу керек. Бірақ 50 мың теңгесінің өзі қымбат болып тұр дедім. Сосын сұраса, жоқ, екінші обработкасы да тегін емес. Оған да ақша төленеді екен. Вот сол жері подозрительный болды. Сосын сұрастыра келсек, олар бұл қаланың адамдары емес. Яғни басқа жақтан келген адамдар. Солай 2 рет дәрлейді да, үшіншісінде жоқ болып кетеді. Гарантия деп айтады, документтерді береді, қағаздың бәрін толық толтырылған. Специалист сияқты киініп келеді. Просто ол да дезинфекция маманы болуы мүмкін. Яғни бәрін біліп атса. Қазір енді мошенник дегендер көбейіп кетті ғой, қай жерде не бар, сол жерден ақша таба береді. Сондықтан бағасы өте қымбат болса, подозрительный болса, абайлаймыз. Ол 2 рет ақша төлеп дәрілетесіз, кетпесе, үшіншісінде уже таппайсыз оларды. Ондайда жағдайлар болды. Үшінші обработканы жасатайын деп шақырайын десе, жоқ, телефон недоступен. Ол уже номерді ауыстырған. Оларды таба алмайды ешкім. Сондықтан бағасына мән беріңіздер. Бағасы қымбат болмау керек. Бір бөлмелі пәтер 38 квадрат 15 мың теңгеден қымбат болмау керек. 16 мың теңге болсын, 20 мың теңге болсын, бірақ 50 мың теңге емес точно. Егер 50 мың теңге немесе 25 мың теңге алса, онда екінші обработкасы соның ішінде деген сөз. 2 рет қандала 2 рет дәріленеді ғой. Сол 2-ші обработкасында тегін болуы мүмкін. Тегін болу керек. Сосын мен өзімнің бірге жұмыс істеген дезинфектор мамандарына хабарластым, компанияларға. Баға өсіп кетті ме бірден? Неге қымбаттап кетті деп. Сөйтсем, ол қыз айтады, жоқ, 25 мың теңге, ол уже 2 дәрілеуге дейді. 1 рет дәрілеп кетірсек, екіншісінде, 1 рет дәрілесек, екіншісі тегін барамыз дейді. Сонда бір дәрілегенде 2 обработканың ақшасын бірақ алып жатыр. Қандаланы өте көбейіп кеткенін пайдаланып адамдар сол жаққа өтті да енді ақша жеуге адамдардан. Және тағы бір лайфхак деп айтайын. Сол жаңадегі қыз әлі де 50 мыңға дезинфекция жасатады. Түкте пайдасы болмайды. Бір пастельден 6-7 қандала табылады. Содан қорқып, уайымдап, үйінде ұйықтай алмай, именно сол қызды қатты шағады. Жатар кезде Юсуфтың дұғасымен, Юнус пайғамбардың дұғасымен, Юнус пайғамбардың дұғасы деусеңіз Гуглдан шығады.
мен өз өзіме зұлымдық жасадым деген. Юнус пайғамбардың дұғасымен және аятыл күрсиді оқып, Ықылас сүресін оқып, ұйықтайтын жеріне сүф деп жатса, шын ниетімен тілеген ғой. Сол күні мүлдем қандала жоқ, қандала шақпаған. Міне аятыл күрси негізі барлық адамды жамандықтан қорғайды. Ұры болса ұрыдан қорғайды. Егер киіміміз ұрланып кетеді-ау деп уайымдасаңыз, ашық жер болса, қотанбайтын жер, сол жерде аятыл күрси оқып кетсеңіз, анау шынымен-ақ ұрланбайды. Алла тағаламның сондай құдірет күші ғой. Сол өзіміз оны білеміз, бірақ пайдалана бермейміз да, өзімізше шешкіміз келеді барлық нәрсені. Сол үшін үйіңізде қандала пайда болса, аятыл күрсиді ұмытпай оқып тұрыңыз. Жаңағы Юнус пайғамбардың дұғасын оқып тұрыңыз. Оны оқып қоя салмайсыз, дезинфекция жасап ұйықтайтын кезде солай оқисыз. Негізі дезинфекциядан кейін міндетті түрде 1 суткаға жабу керек, 3 сағат, тағы бір демселер деген бәрі. Ол енді реальный нәрсе емес, ондай нәрсе шыққан жоқ әлі. Шығып жатса хабарын береміз. Диванның бетін ғана дәріледік, енді астын былай төңкеру керекпіз. Диванды көтердік. Міне былай қарағанда көрінбейді олар. Міне мен фонар жағып жатырмын. Міне көріне ма? Міне отыр. Мына астыларында жұмыртқалары. Камераны үлкейттік. Былайынша анық көрінбейді. Аппақ нүсіктелер, жұмыртқалары, мынаның бәрі жұмыртқалар. Өте көп болып кетіпті. Айнала барлық жер қандала. Көрінбей қалды. Міне жүретін орындарын көріп алды, қай жақта жатқандарын. Енді дәл сол жүрген жерлеріне шашамыз. Осы жерлерде толған жұмыртқасы. Негізі өте көп болған жағдайда, үлкен жер болса, солдарды пылесос ұстап алған дұрыс екен. Олар дәрілеп атқанда жан-жаққа қашады. Сол үшін барлық жаққа қашып кетпеу үшін дәрілеп, пылесос ұстап алып, сосын дәрілеген дұрыс. Негізі бұны маман жасау керек, дезинфекция маманы. Менің видеоларымды көріп өздері жасап, кетірем деп жатқандары бар, кетіріп жатқандары да бар. Кетіре алмай, одан бетер құртқандар да бар. Сол үшін дезинфекция маманы шақырамыз. Қай қаладансыз? Сол қаладағы дезинфекцияны шақырасыз. Біз Шымкент, Алматы, Астана қаласындамыз. Дезинфекция, сол 3 қалада дезинфекция жасаймыз. Жаңағы білікті танитын мамандарымыз бар. Бізбен бірге жасайтын, артында жалып болмаған. Сондай дезинфекция маманы шақыраңыз. Өзіңіз рисковать етпеңіз, дәрі алып жасайым деп. Дезинфектор келсе сізді жақ қоймайды. Бәрібір ақша үнемдемейсіз, одан көп ақша құртасыз. Дезинфекция жасап, өзіңіз жасап үнемдемейсіз, одан да көп ақша құртасыз. Қанша уақытыңыз кетесіз, денсаулығыңызды құртасыз. Сол үшін маманға хабарласыңыз. Бізге хабарласыңыз, біз сізге маман таңдап береміз болмаса. Біздің осы YouTube каналымызға тіркеліп кетіңіз. Егер ауылыңызға ешқандай дезинфекция маманы бармайтын жағдайда ғана амал жоқ, өзіңіз дәрілейсіз. Ал баратын болса, болды, проблема жоқ. Сразу дезинфекция маманы шақырасыз. Аллах деп Аллаға сиынып, солай дезинфекция маманы шақырасыз.
өте семір болған қандала. Қанды жақында жеген екен. Жарықтық совсем өтті деген екен ғой өре. Өте семіз. Мыналардың іштеріне түсіп алған. Осылай мынаны дәрлей берсең, бұл енді ішінде түк қалмайды. Мынандай тігістерінде отырады. Осындай бір әдемі дивандарды кетіру қиын болып жатқаны осы тігістерде өзім басқа жақта көрсетіппін ғой. Мынандай тігістері. Общий шашып кете салсаңыз, былай мынаның арасына кірмей қалады. Сол үшін мына жаққа кіргізу үшін маған мұқият құю керек. Кірді ма, кірмеді ме арасына. Енді осылайынан толық дәрледік. Енді бұл диванды көтеру керекпіз. Енді диванды төңгерейін дегенбіз. Міне арт жақтарында, яғни мынау тігісінде отыр. Екеуі жүр. Мына баласы екеуі де қанды ішіп алған, тойып. Мынау сарысы әлі қан ішпеген. Солид жер қойық. Әсері қалай болады екен. Үнсіз қалды. Қашайын деп жатқан еді, енді потеря оқып тұр осылай. Осылай жайлап әсер етеді. Мынау тігісінде отырады. Осыны түзу осылай дәрлеп шығамыз да конца. Бұл диванның арт жақтары, мына көрсетейін. Осы диванның осындай тігісінде отырады. Тіпті байқамайсыз, бар екен деп ойламайсыз да, осы кішкентай жандық, бірақ неше адамның мазасын алып жүрген түрі бар. Мыналардың араларына кіріп алады ғой бұлар. Мыналардың араларына. Қимылсыз қалды. Көрек, не алады екен? Қал жағдайын сұрап. Қал жағдайым мәз емес дейді. Қанша жабысып отырған баталамын. Екеуі шықты жабысып. Жүретін шамалары жоқ, осылай қатып қалады. Осындай ғана кішкентай жәндік. Кішкене есін жейін деді.
есеңгіреп тұрып есін жинап алдым. Дәрі тимеген жерге түссе солай есін жинап кете береді екен. Дәрі тиген соң қайтадан осылай қатып қалды. Сол үшін үйдің бәрі толық дәрілену керек. Әр жерден оқып, әр нәрсені оқып алып, бір жер ғана шаша берсеңіз, бұл осы сіз шашқан жерден кішкене ауысып кетсе, ары қарай өмір сүріп кетеді.
Divanın art жақтары. Осы дивандарды бар мысалы. Өте көбейді. Negizirga ketdi. Бағана дәршаш кетканда қайтып жатыр. Енді бұның табанын қараймыз. Әлі біз бетінде, жан-жағында жүрміз. Нағыз көп жеріне әлі жеткен жоқпыз. Міне көріп отқанымыздың өзі аз болған жоқ, иә. Міне диванды көтердік, осылай. Мынандай тігістерін қараймыз. Міне тігістерінде бұл жерде көрінбейді. Астыларында болады. Көрінбейтін сияқты. Жерлерде көтіп болады негізі. Міне. Туалатқан жерім емес ме? Бір қарағанда көрінбейді, бірақ ол көрінбегенге сен қалмаймыз. Бәрібір дәрілейміз. Міне. Точно. Бізді алдап жатыр екен. Тігістің артында ешқандай, еш нәрсесіз. Біз ана үстін дәрілеп жатқанда осыға қашып келген. Өйткені қасында ешкім жоқ. Жалғыз өзі, жұмыртқа жоқ. Бұл көбейіп жатса, осы жерде жүру керек. Қасында нелер болу керек. Қалған қандалалар болу керек. Олар жалғыз көбеймейді. Қасында болады. Мына үстін дәрілеп жатқанда бұлар астына қашқан. Осындай пысықтар болды, қашып кететін.
арасына кіріп, мынаны арасын ашу қиын болып тұр. Осыны арасын ашу керек. Олар да қу біледі, қол жаққа қашып кетеді. Бетінде көп болса, астында жоқ екен деп ойлап қалмаңыз. Сіз бетін дәрілеп жатқанда ол астына кетеді. Сол үшін бетін дәрілеп алдыңыз ба, енді астын дәрілеу керек. Ағаштардың арасына кіреді. Ағаштар жақсы көреді, олар ағашты барлық құрт құмырсқа жақсы көреді. Арасына кіріп көбейген жақсы оларға. Тігіс болса болды, сол жерге барып тығыла қалады. Жүгіріп барады, қай жерде тоқтайды, сол жерде көбейе береді. Кейбір кезде адамдар осы бір видеоны басын көреді да сразу звондайды. И осы мен айтқан сұрақтың бәрін өзіме қайтадан сұрайды. Осылай дұрыс па, осылай ма деп. Видеоны толық көрсеңіз, сіздің сұрағыңыз аз болады. Осы видеода түсінікті болады. Осы YouTube каналға тіркелсеңіз, подписка жасап, сол кезде басқа видеолардың бәрі толық шығады. Өте көп ақпараттар айтқанбыз. Сол ақпараттарды тыңдаңыз. Және видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Асығып, аптығып бір нәрсені бүлдіргенше, асықпай отырып көріп алсаңыз видеоны, тыңдап алсаңыз жақсылап, одан кейін пайдасын дұрыс пайдаңызға жарайды. Егер видеоны дұрыс қарамасаңыз, әрине пайдасы да дұрыс болмайды. Диванды толық дәрілеп біттік. Көрінбейтін жерлерге шашамыз. Сосын бұны дәрілеген кезде, диван дәрілеген кезде қандай бар? Шторға кетеді. Сосын шторды дәрілейміз. Осылай көтеріліп барып анау тігісінде отырады. Тігісіне сол тігісіне жеткізу керек білмес. Стеналарға шашамыз. Көрде ілгішке шашамыз. Өзіміз шашылады. Резеткаға керегі бар. Плинтусқа қашады. Және кілем толық дәріленеді. Бұл кілем екі шетінен дәріленеді. Как бетін дәрілеп, сосын аржағын дәрілейміз. Сосын көрпе төсекті толық дәрілейміз. Бұлай айналып шығамыз. Сосын стеналарды толық дәрілейміз.
есіктердің жақтауларын даримыз. Солай осымен видеомды өшіремін. Пайдалы болса, негізі дұрыстап қарасаңыздар пайдасы болады. Дұрыстап қарамасаңыздар әрине пайдасы болмайды. Дұрыстап қарап тыңдасаңыздар пайдасы болады. Барлық өзім білетін 8 жылдық тәжірибемен сіздерге тегін бөлісіп жатырмын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міне, қандаланы үйде денеңіз қызарып жатса, жыбырлап жатса, жайсыздық болып жатса, ол кезде диванды осылай ашып қарайсыз. Сізді шақпауы мүмкін, үйіңізде қандала бар болса да. Шақпауы мүмкін емес, шағады, бірақ сіз оны сезбейсіз. Сосын шақпайды деп ойлайсыз, сізде қандала жоқ сияқты жүре бересіз. Анау көрпелерде, төсектерде қызыл-қызыл точкалар болса, ол қандаланың ізі. Адамды түнде шағуға келеді, сол адам аунап жатқан кезде сол астында қалып қалады, және кішкене ішіндегі жеген қаны шығады сыртқа, сол төсекке жағылады. Содан қандаланың үйде бар екенін сол төсектің қызыл-қызыл точкасынан байқайсыз, егер сізді шақпайтын болса. Шағатын адамдар ол пайда болғаннан бастап денелері қызарып, бөртіп кетеді. Ондай қызарып өткен жерлерді қасымаймыз, ас содасын суға қосып, сол қызарған жерлерге, бөткен жерлерге жағып тұрамыз қайта-қайта. Сау болыңыздар.